Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бұл бізде Астана қаласындағы жағалау, зеленый квартал жақта орналасқан. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай фонтан, одан кейін бір қыздың бейнесі бар. Көбінесе бұл жерге кешкі уақытты адамдар демалу үшін, кітап оқу үшін, біз сияқты балалармен келіп жүріп ауа жұтып кету үшін келеді. Өте әдемі. Негізі рекомендую. Мына жерде бізде екі үйрек кетіп бара жатыр, қос үйрек. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Мынау мен мейірім қызым. Енді үйге кетіп бара жатқан жолда бір жігіт гитарамен өте әдемі өлең айтып жатыр. Қараңыздар енді. Миснана өлең айтып жатыр. Анаға немен түсіріп жатыр ғой? Штативпен түсіріп жатыр. Мисна қолым жеме, Біз үйге келдік. Енді мен асқабақпен ораман нанды жасауға кірістім. Бұл тағам бізде балалардың сүйікті тағамы, барлығы жақсы көреді, үшеуі де. Сондықтан осындай қамыр тамақтарды жиі жасауға тырысамын. Ары қарай қалай жасайтынын барысын көрсетемін. Мен көбінесе фарш қосатын, бірақ фарш болмай қалды. Сондықтан былай овощармен жасай беремін. Ал достар, мен асқабақты картошка и пиязды турап болдым. Енді кішкене бұрыш қосам. Сосын қазір кішкентай бір қасықпен тұз қосатын боламын. Тура қасымда үлкен қасық тұр екен. Үлкен қасықпен фарш қоспадым бұл жолы, фарш пихат дейді. Осылайда сойдет, асқабақ, картошка и пияз. Балалар өте сүйіп жейтін тағам. Міне бағана қамырды илеп қойғам, енді қазір жаятын боламын. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Жұқа болды. Енді қазір қамырды жұқа қылып жайдым. Енді жасап қойған асқабақтарды, барлық овощтарды бір текті қылып салатын боламын.
уже мен мантаваркаға суды қойып, су уже қайнап тұр. Қазір енді нені мантаварканың көздерін майлап, дайын орамаларды салып 40-45 минут қайнататын боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен уже қамырды орап жатырмын. Мынау уже екінші көзі. Осылай жұқа қылып та жасадым және қалың қылып та жасадым. Өзіме келетін болсам, осылай жұқа болған ұнайды. Міне біздің орама нанымыз да пісті, достар. Балалар өте сүйіп жеп алды. Рахмет видеоны көргендеріңізге. Келесі видеоларда кездескенше өте қызықты болады. Сол үшін тіркеліп алыңыздар.